жиямыз. Мен қаймағым аз болып қалды. Сгущенка құйып, қазір үстіне тағы тегістеп жіберем. Үстіне өз қалауларыңыз бойынша шоколад, немесе жемшедекпен сәндесеңіздер болады. Егер шоколад үстіне теркадан өткізіп шоколад қоссам, үстіне мынандай үстіне тәтті болатын болды. Сгущенка құйдым. Қаймағым аз болып қалды. Қаймақ пен сгущенканы араластырып, крем сол оңай крем. Жасап көріңіздер. Қазір енді холодильникке салып қоям 1-2 сағатқа. Балдар қазір далада ойнап жүр. Кірген екен, кешкі шаймен ішетін боламыз. Өз қалауларыңызша бетін сәндесеңіздер болады. Мінекей черепаха тортымыз. Мен қазір үстіне шоколад үгітетін болам. Үстіме какао сеуіп жатыр, өйткені шоколадтың бәрін балдар ұрлап жеп қойыпты. Тығып болған жерден жеп қояды ғой шоколадты. Енді беті сәл қоңырқай болып әдемі болып тұрсын деп какао сеуіп жатыр. Az-azdan septim. Мынандай рахатовский какао. Осыны септім. Жеміс жидек тергенге, малина тергенге оған 3 кеш болып кетті. Бетін осылай какаомен әсемдеп қоя салдым. Ас болсын, енді кешке жеген шаймен бірге ішетін боламыз. Сол кезде кесіп көрсетейін. Жасап көріңіздер, жасау жолы өте оңай. Ас болсын.